Сені әуежайда кездестірем деп ойламадым. Ол керемет емес пе? Тамаша. Тыңда, Тони, оның артында әлгі доктор, психиатр тұр. Капитан. Ол мәртебелім. Қысқасы, Рос маған 36 сағат уақыт берді. Ал оның 24 сағат өтіп кетті. Одан да көмектес. Сен одан кем емессің. Сен мүлдем өзгеріпсің. Қасыңа адамдар жинап жатқан білмейді деп едің? Ол сияқты 5 супер сарбаз бар. Сен доктордың оларға жетуіне жол бере алмайсың, Тони. Болды. Шыдамым таусылды. Балақай! Тамаша, Балақай. Рахмет. Бірақ жақсы қону үшін көбірек дайындалу керек. Және Старк мырза, мына костюміңіз керемет. Айтарға сөзім жоқ. Үлкен рахмет. Жоқ, бұл жерге ондай сөздер керек емес. Түсінікті. Капитан, мен сіздің жанкүйеріңізбін, өрмекші адаммын. Бұл туралы кейін сөйлесеміз. Бәріңе сәлем. Доғар. Болды ма? Сен нағыз ақымақсың. Клиентті жаныңа алдың, ал ол тып-тыныш отқан Ванданы алып келді. Мен қорғауға тырыстым. Мен кек алушылар бөлінбесін деп тырысып жүрмін. Бізді келісім бөлді. Сол аяқ болсын. Егер сен тып-тыныш қана Барнсты бергенде, бұл жағдай ушықпас еді. Немесе арнайы жасақта сені қолға түсіруіне тура келеді. Қане. Таптым. Куин 75-ші ангарда, солтүстік жолақта. Қане, Лэнг? Ей, достар, мұнда... Не болып жатыр? Мені, капитан, мұнау сіздікі деп ойлаймын. Тамаша. Тағы екеуі тұрақта жүр, олардың бірі Ванда, мен соларға қарай кеттім. Біреуді кәп өзіңе қалды. Терминалда тағы екеуі, сен мен Барнс. Барнс менікі. Старк мырза, мен не істейін? Алдында айтқандай тек өрмегіңмен тоқсаң болды. Түсінікті, кеттім. Жолдан тұр, капитан. Мен екінші рет қайталамаймын.